Луи Паульсен, Пол Морфи, 1857 жыл, Нью-Йорк, Америка құрама штаттары. Е4, Е5, АТФ3, АЦ6, АЦ3, АТФ6 бұл енді 4 ат қорғанысы деп аталады. 4 ат қорғанысы деп аталады. Және піл Б5. Бұл жерде енді піл Б4 бар, классика. Содан кейін ат Д4 бар, Акиба Кивелич Рубинштейн және Фрэнк Маршалл варианты. Және піл Д6 заманауи варианттардың бірі бар. Бірақ бұл туралы Пол Морфи білмейді. Себебі ол 1857 жылғы адам. Мен 2026 жылғы адаммын. Піл С5 сол себепті қатты сынаудың қажет жоқ. Рокировка және негізгі орталықтағы сарбазды алды. Егер алатын болсаңыздар, онда Д4, сонымен жағдайыңыз онша емес болатыны белгілі. Сол себепті бұл туралы Пол Морфи біледі және тура Е8 деп жүреді. Мына жерге шабуыл жасаудың амалы. Алдық. Енді бұл жерде екі мүмкіндік бар. Былай да алуға болады және былай да алуға болады. Жоқ, былай аламыз. Біріншіден мына пілдің жолын ашамыз. Екіншіден мына пілге шабуыл жасаймыз. Піл С4, Б5, орталық тұрақты, сол себепті оң қанатта немесе сол қанатта шабуыл жасауға болады. Піл Е2 алдық және піл Ф3. Піл Ф3 тура Е6. Кімді есімізге түсіреміз? Филидорды, Франсуа Андре Даникан Филидорды, 3-ші және 6-ші қатардың қаншалықты маңызды екен. Және С3. Мен үшін енді түсініксіз жүріс, өйткені бұл 19-ші ғасырдың адамы. Мен енді 2026-та бөсіп айтуға болады, мен деп. Бірақ адами тұрғыда түсініп тұрған жоқпын. Неге уәзір Д3 деген мүмкіндікті бересіздер? Бұл іс-әрекеттің аты уәзір шеге және толығымен мынаны бұғаттайды, мынаны бұғаттайды және мынаны бұғаттайды. Сол себепті барынша С3 деп жүрмеуге тырысыңыздар. Б4 піл Б6, А4 алдық және піл Д7. Өзіміздің соңғы пілімізді іске қосуға тырысамыз. А2 тура Е8. Дәл қазір уәзір F1, патша F1 және тура Е1 деген іс-әрекетті жүзеге асырғымыз келіп тұр. Уәзір А6. Егер де алатын болсаңыздар, онда ол былай алады, қалғаны ешқандай қиындық болмайды. Турамен барсаңыздар, ол алмайды да Д4 деп жүре береді. Бірақ уәзір F3, осындай да варианттар бар. Бірақ бұндай шешім қабылдау үшін сіздер деген жақсылап тұрып есептеу керексіздер. Егер де нашар есептейтін болсаңыздар, онда жағдайыңыз онша емес болады. Енді байқасаңыздар, мына піл, мына тура және мына уәзірде барлығы ештеңе істеп жатқан жоқ. Ең бастысы барлық бәле мына С3-тен кейін басталды. Мына С3-тен кейін бұл жағдай басталды. Міне көрдіңіздер ғой, былай алдық, піл Д7 және былай жүрдік. А6. Және уәзір F3. Сонымен 3 фигура барлығы мына уәзір қанатында тұралап қалды. Біз осыны пайдаланамыз. Бай, шах және піл H3. Мына жерге шабуыл жасаймыз. Әрине тура Ж1 деп жүруге болмайды, өйткені алады да және тура Е1 деген мат қойып тастайды. Былай шах, ашық шабуыл, шах, нанды алдық. Енді піл Ж2 мат дайын. Былай алдық және тура Е2 қомағалар қатарына кірдік. Былай тура H6. Мына жерге шабуыл жасап тұрмыз. Піл Е3 осымен ойын аяқталды. Міне осындай партия бар, барлық бәле тағы бір ескертем, мына жерден болды. Егер де бұл жерде мысалы былай жүрген кезде, мысалы Д6 деп жүрген кезде бәрі дұрыс болар еді. Содан кейін пілді мысалы F4-ке, уәзірді Д2-ке қойсаңыздар, ешқандай қиналмас еді. Бірақ С3-тен кейін уәзір Д3 және барлығы істемей қалды ғой. Бүкіл мына уәзір қанаты толығымен тоқтап қалды. Осыған мән беріңіздер. Бұл іс-әрекеттің аты уәзір шеге деп аталады.